Бір дәрігердің басынан өткерген оқиғасы: біраз жыл бұрын емханаға ауыр халдегі бір қыз түсті. Өмірін сақтап қалудың бір ғана жолы болды. Ол 5 жасар інісінің қанын құю болатын. Оған ол түсінетіндей тілмен жағдайды түсіндірдім. Әпкесіне қанын беретінін, әлде бермейтінін сұрадым. Кішкентай бала бір мезет үнсіз тұрып ойланды. Сосын терең дем алып, егер әпкем бұл ауруынан жазылатын болса, мен қанымды қуана беремін деді. Қан күйіп жатқанда әпкесінің көздеріне қарап күлімдеп жатты. Қыздың беттерінен қан жүгіріп бозарған түсі қалпына келе бастады. Ал кішкентай баланың жүзі барған сайын солып күлімдеуі де азайып қала берді. Дірілдеген үнмен менен сұрады: ағай, әпкем тұрмай жатып оның жазылғанын көрмей өліп қаламын ба? Сөйтсем бұл бала қанын бергенде әпкесі тірі қалып өзі өледі деп ойлаған екен.